Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында үздіксіз білім беру жүйесінде педагогтың рухани адамгершілік мәдениетін дамыту тақырыбындағы республикалық әдістемелік көпір онлайн режимінде өткізілді. Шараның мақсаты педагогтардың шығармашылық әлеуетін ашу және рухани адамгершілік құндылықтарды жүзеге асырудағы іс-тәжірибемен алмасу. Институт директорының орынбасары Қибатаева Нұрсұлу Қазанғаповна әріптестеріне сәттілік тілеп, Бөбек республикалық орталық ұжымының атынан барлық өзін-өзі тану мұғалімдеріне арналған құттықтау хатын оқыды. Республикалық шарада өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалдарынан Павлодар облысы бойынша институт тренері, педагогика ғылымының кандидаты Әшімбетова Роза Дүйсеновна, Жамбыл облысы бойынша институт тренері, педагогика ғылымының магистрі Әбдикеримова Назира Жорабекқызы, Маңғыстау облысы бойынша институт тренері Нұрова Рыскүл Жұмажанқызы байланысқа шығып, қазіргі таңда педагогикалық үдерістің жетекші күші педагог екендігін, оның рухани адамгершілік мәдениеті туралы мәселелерді қозғады және қоғам мүшелерінің рухани адамгершілік тұрғыдан жаңғыруы, өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының негізінде жүзеге асырылатынын атап айтты. Сонымен қатар, әдістемелік көпір жұмысында 2015-2017 жылдары сабақтағы жалпыадамзаттық құндылықтар тақырыбындағы ұзақ мерзімді курсынан өткен өзін-өзі тану пәні мұғалімдері іс-тәжірибелерімен бөлісті. Жамбыл облысы нөмірі 1 мектеп лицейінің мұғалімі Рақышева Гүлшат, Ақтөбе қаласы нөмірі 41 орта мектеп мұғалімі Жанаева Нұргүл, Алға ауданы Тамды орта мектебінің мұғалімі Умудова Жанетта, Мартөк ауданы Қазіретовка орта мектебінің мұғалімі Аделова Гүлден, Алға ауданы Бестамақ орта мектебінің мұғалімі Дүйсенбаева Роза әріптестерін зор сеніммен жоғары рухани дамуға шақырды. Тренер Топпасова Айжан Серікбаевнаның бастауымен педагогтар ашық микрофон арқылы «Мен жарық шашушы мұғаліммін, біз өмірдің суретшісіміз, біз өзіміздің жоғары мәртебемізді ұмытпаймыз» деген жарқын ойларын жеткізді. Қорытындысында республиканың барлық облыстарынан қатысып отырған педагогтар онлайн тәртібінде «Мейірімділік бұл шуақ» әнін орындады. Жанды жадыратар, жылылыққа толы ән педагогтарды шығармашылық шыңдарды бағындыруға шабыттандырды.